Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Жарайды, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз бүгін үлкен тарау бастағалы жатырмыз, сақтар деген. Соның бүгінгі бірінші сабағы сақтар туралы тарихи мәліметтер. Яғни жалпылама балалар, сақтар туралы естулерің бар ма осы тайпа туралы бұрын соңды? Сақ деген тайпа туралы естулерің бар ма? Естідік, иә? Жақсы. Сақ тайпасы біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықта біздің Қазақстан аумағында өмір сүрген тайпалар екен балалар. Бұл біздің бүгін білетін мәліметіміз, сабағымыздың мақсаты жалпылама сақтар туралы тарихи мәліметтермен, дерек көздермен танысу болып табылады балалар. Жалпылама сақтар туралы тоқталатын болсақ, сақтар туралы дерек көздер екі топқа бөлінеді екен балалар. Бірінші археологиялық заттай, екінші жазбаша деректер. Археологиялық жазбаша деректердің өзі балалар екі топқа бөлінеді екен. Олар яғни грек авторларының деректері, екінші парсы сына жазуы болып табылады. Бірінші грек авторларының деректері Геродот, яғни естуіміз бар, иә? Тарих атасы Геродот, үнемі айтып жүрміз балалар, әр сабақта өтеміз. Грек атасы, тарих атасы Геродот, яғни бұл жалпылама сақтар туралы тарих атты кітап қалдырып кеткен екен. Ол жерде сақтардың өмір баяны, өмір сүру салты барлығы қарастырылған екен балалар. Ал екінші несі Страбонның грек тарихшысы, ол да Страбонның географиядан үзінді деген жаңағы кітабы болып табылады. Тағы да айта кететін нәрсе екінші парсы сына жазуы дедім балалар, иә? Ол Бехрустин жазбалары балалар. Ол Бехрустин жазбасында да біраз сақтар туралы мәліметтер берілген екен. Яғни ол Бехрустин жазбасы тасқа қашалып жазылған жазу екен балалар бұл жерде. Сондай-ақ балалар осы сақтар негізінен өте ержүрек болып келген екен. Олар егін екпеген, мал өсірген, және де балық аулап, соны қорек еткен екен. Және де олардың айбалта, семсер, қысқа жебе секілді қару-жарақтармен қолданған екен. Яғни әр сақтың жауынгерін алып қарайтын болсақ, өте мерген, ержүрек болып келген екен балалар. Мінекей балалар, мен сіздерге сақтар туралы қысқаша мәлімет беріп кеттім. Ендеше сақтар туралы біраз мәлімет алдық. Енді біз балалар тапсырмалар кезеңіне өтеміз. Ол үшін біз бірінші деректермен, қосымша мәліметтермен танысамыз балалар, иә? Бір оқып шығамыз, сендерге оқуға мен 2 минут уақыт беремін, бір қарап шығамыз. Тез арада бір қарап шығамыз. Жақсы балалар, біз бірінші тапсырманы орындап шықтық. Олай болса, осы деректермен таныстық қой балалар, иә? Мен бердім біраз мәлімет. Сол бойынша біз екінші тапсырмаға өтеміз балалар, иә? Жақсы. Балалар, бұл жерде мен түсіндіріп өтейін. Бұл жерде бізде не сақтар балалар? Бұл жерде грек-рим авторларының сақтар туралы айтылған мәліметтері. Яғни сендердің қолдарында дайын мәлімет тұр. Соны не істейміз? Сәйкестендіреміз балалар, иә? Жақсы ма? Грек-рим авторлары әртүрлі айтып кеткен. Ктесис, Страбон, Геродот не айтып кеткен сол туралы мәліметті, және мәлімет тұр, сәйкестендіріп өтеміз, иә? Жақсы, онда бастаймыз балалар. Жақсы балалар, олай болса, екінші тапсырманы да біз орындап шықты. Орындап қойған оқушылар барлығы шетіне тұрып қоямыз тапсырмада. Оның бәрін сабақ соңында бағалайтын боламын. Жақсы балалар, олай болса, үшінші тапсырмаға өтеміз. Бұл жерде де өзім берген мәлімет бар, қолдарындағы дерек көздер бар. Біз бұл жерде Вен диаграммасымен жұмыс жасаймыз балалар. Бірінші осы диаграмманы таратып беремін сендерге. Одан кейін түсіндіріп өткен болады. Балалар, тыңдаймыз мені, иә? Олай болса, бәріміз қолымыздағы тапсырмаға қараймыз. Балалар, Вен диаграммасы бұл жерде Геродот пен Страбонның мәліметтерін айтып кеттім балалар мен, иә? Геродот пен Страбонның мәліметтерінде сақтар туралы мәліметтер берілген екен, иә? Олардың өмір баяны, тұрмыс тіршілігі туралы, иә? Енді Вен диаграммасы дегеніміз не балалар? Біз үнемі орындаймыз ғой, иә? Яғни Геродот не айтып кетті, Страбон не айтып кетті? Несін жазамыз? Екеуінің айырмашылығын жазамыз. Ал үшінші неміз біздің екінші тапсырмамыз екеуінің. Жақсы балалар, біз бұл тапсырмамен де жаңағы бұл тапсырманы да орындап шықтық. Яғни Вен диаграммасы туралы, Вен диаграммасында Геродот пен Страбонның еңбектерінде қандай айырмашылық пен ұқсастықтар бар? Айырмашылықтар туралы кім айтады?
Геродот пен Страбон. Сақтар туралы айтқан. Сақтардың ел жүрек тұрмыс тіршілікпен өмір сүргенін айтқан. Жақсы. Жақсы. Екі айырмашылығы. Енді жаңа ұқсастығын айтып кеттім. Жақсы, айырмашылығы туралы айта ғой. Геродот сақтар күнге табылғаны туралы айтылған. Страбон егіншілікпен айналыспағанын, мал өсіріп, балық аулайды. Жақсы. Екі айырмашылығын екеуі айтып кеткен, иә? Жақсы. Жақсы балалар, кім орындап болды, кім жауап беретін осы тапсырма бойынша? Яғни археологиялық деректер қанша топқа бөлінеді? Динара айта қойшы. Сақтар туралы тарихи мәліметтер екіге бөлінеді. Біреуі заттай, екіншісі жазбаша. Жазбашаға қандай деректер жатады? Жазбашаға Геродоттың тарих атты кітабы және Страбонның географиядан үзінді кітабы жатады. Ой, не айтылған екен? Сақтардың өмірбаяны, олардың не істегені, бір-бірінің өмірі солай екен. Өмір салты туралы, яғни немен айналысқандығы туралы, иә? Сақтар туралы өмір баяны. Жақсы. Мадина. Заттай дерекке не жатады екен, Мадина? Заттай деректе археологиялық заттай. Жақсы балалар, біз бүгін сақтар туралы біраз мәліметтер білдік балалар, иә? Ол сол бойынша 3 тапсырма орындадық. Ол тапсырмалардың бәрін сіздер орындап шықтыңдар. Бүгінгі, яғни сақтар туралы мәліметтер бойынша сіздер жауап берген бойынша Динараға бүгін өте жақсы деген баға қоямын, Мадинаға өте жақсы, Иманәліге өте жақсы, Жанабекке жақсы, Ерасылға жақсы деген баға қоямын. Балалар, енді бүгінгі сабақты қалай түсіндік? Бүгінгі сабақта маған қызықты болды, маған қиындық туғызды және осы ой мені ойландырады деген қандай сондай нелер болса маған деген ұсыныстарың болса осы кері байланыс парақтарына жазып берулеріңді өтінемін. Жарай ма балалар? Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарың болса да осы жерге маған жазсаңдар болады. Ауызша сұрақ қоя берсеңдер, ауызша қоюларыңа да болады балалар. Жарай ма? Олай болса балалар кері байланыс парағын толтырып болса, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Олай болса сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар.